Керамика Қазақстан тарихында дала мен қала мәдениетіндегі тарихи болмыстан көптеген мағлұматтарды бере алатын құнды экспонаттар. Табиғаттағы топырақ, су, от үшеуінің үйлесімділігінен жасалынатын аса ежелгі дәуірден бастау алған керамика бұйымдарын жасау адам өміріндегі материалдық мәдениеттің басты қажеттілігіне айналды. Қазақ керамикасының тарихы мен дәстүрі сонау тереңнен бастау алады. Біздің ерамызға дейін қазақ аталарымыз керамикалық ыдыстарды бұйымдарды жасаған, ойланбай кез келген жерде жасап алып өзінің ыдыстарын көркемдеп отқан. Соның бәрі археологиялық қазба жұмысында дәлелденді. Әсіресе керамиканың керемет дамыған тұстары мынау 7-10 ғасыр Қарахан дәуірі деп аталады. Сол кездегі мына Тараз маңы, оңтүстік Қазақстан, мынау Шәуілдірдегі отырар маңында керамика өте күшті дамыды. Содан қазір бізден жеткен керемет бұйымдар бар, бұрынғы шеберханалардың орны бар. Біз соны бәрін зерттеп, қайта қалпына келтірдік, соны жалғастырып жатырмыз. Барлық шикізат та, дәстүр де осы қазақ халқының өзінің бойында тұр. Қазбалардан табылған керамика бұйымдарын сол замандардағы тарихи болмыс, технологиялық даму, тіпті тұрмыстық өзгерістерді байқауға болады. Сонымен қатар адамдардың жасаған керамика бұйымдарынан таңғажайып ою өрнектерінен олардың шаруашылығы, наным-сенімдері, аңыздары, әрі эстетикалық болмысы және тағы басқа сан алуан мәдени болмысы жайлы тарихи мәліметтерді біле аламыз. Біздің заманымыздың бас кезеңдерінде Қазақстанның оңтүстік өңірлеріне қарасты Сырдария алқабы мен Арыс, Отырар, Түркістан мәдениеттеріне тиесілі керамика бұйымдары қыш шеберханаларында жасалынған. Көшпелі мал шаруашылығына орай тасымалдауға ыңғайлы әртүрлі су құмыралары, ою өрнектермен көмкерілген дөңгелек дастархан, дөңгелек пішінді шынаяқ, қазан, шырақтар және басқа да ыдыстар кеңінен қолданылды. Осылайша керамика мен саз балшықтарды өңдеу өнері пайда болды. Қазіргі керамиканың 3 түрі бар: фарфор, тас керамикасы және саз балшықтан жасалынатын керамика. Олардың бір-бірінен айырмашылығы саз балшықтың құрамы мен оның күйдіру әдісінде. Ең бірінші құрастырылмалы түрде болған. Бұл кезде қолшарық деген болмаған, жаңа лайды алып, бұл кезде бірінші не алатын ыдыс керек болады ғой. Сол кезде лайды алып, бүйтіп жаңағыдай арқан тәріздес қылып, құрастырып істеп, отқа күйдіріп көрген. Барлығы шебердің қолынан басталады. Алдын ала дайындалған балшықты илеп, шардың ортасына қояды. Балшықтың мөлшері алдын ала жасалынатын заттың түріне, көлеміне байланысты өлшеп алынады. Ие қанған саз балшықты шарықтың дәл ортасына қою қажет. Болмаса жасалынып жатқан дүние қалпынан айнып кетеді. Иленген балшықтан құмыраның түбінің қалпы жасалынады да, жіңішке илеулерді жабыстыру арқылы құмыраның биіктігі көтеріледі.
Арнайы алдын ала дайындалған мөрлермен шебер әр түрлі ою-өрнектер салып, құмыраның келбетін әрлендіре түседі. Дайын болған затты жіппен кесіп, шарықтан ажыратады да, абайлап қолдың ізі қалмайтындай етіп ұстау қажет. Оны 1-2 тәулікке жылы бөлмеде қалдырады. Қыш затты пешке салып кептіріп алады, қажетті бояумен бояп, қалаған ою-өрнектерді салып болған соң, қыш затты 1000 градус ыстықтыққа дейін 8-10 сағат уақытқа дейін күйдіреді. Содан соң 2 тәулік бойы суытылады. Қатты қыздырудан соң бояулар ашық және тоқ көрінеді. Бір кездегі аяқ астындағы балшықтан шебердің қолынан құнды, әсем дүниеге айналады. Саз балшықтан шебер ыдыс-аяқ қана емес, сонымен қатар музыкалық аспаптарды да жасайды. Шебер жасалған аспапты нақышына келдіре отырып, әсем әуендер шығарады. Сондай аспаптың бірі саз-сырнай. Көне ағаштың жемісі, немесе ғажайып ертегі құсының тұқымы тәріздес, бұл аспаптың үні қазақтың кең даласының тынысында естіледі. Саз балшықтың пайдасы туралы ертеректе бабаларымызда айтып кеткен. Саз балшықтың адам денсаулығына пайдасы өте көп. Әсіресе жас баланы тәрбиелеуде алатын орны ерекше. Балдарды осы қазақ дәстүріне тәрбиелеу керек. Соны балабақшадан бастап. Өйткені керамикада бүкіл жердің жылуы бар, қасиеті бар. Ата-бабамыздың маңдай тері, қаны сіңген. Керамика қасиетті материал болғандықтан бұл мәңгілік сақталатын дүние. Сондықтан саз балшық бұл біздің жер анамыз, отанымыз, еліміз, бұл қазақтың қыш кітабы. Құранда сүре бар. Ой жаратушы ем деп жазылады. Сіз бізді жараттың құмырашының саз балшығынан сыңғырлаған құмырадай дейді. Керамика өнерін құрметтегенің, жеріңді құрметтегенің, еліңді құрметтегенің, ұлтыңды құрметтегенің. Бала оны көріп қана қоймай, қолымен ұстап, өзіне ұнайтын дүниелерді жасап көреді. Қоршаған дүниені көркем түрде жеткізеді. Ол баланың тұлғалық қалыптасуына әсерін тигізеді, әсемдікке тәрбиелейді. Өркендер елдің ұрпағы сұлулықты құрметтейді, өнерлінің саусағы өлмес туынды өрнектейді. Қазақтың зор өнегелі дәстүрін болашақ ұрпаққа өнеге ету арқылы этномәдениетіміздегі тәжірибесі мол халық шығармашылығын әрі қарай дамытып, ата-бабадан қалған мол мұраларымызды сақтай аламыз.